Coca-Cola құрттан жасалады екен және құрамында химиялық қоспалар бар. Денсаулыққа өте зиян. Соны біле тұра ішетін қазақпыз ғой. Армысыздар, бүгінгі видеомызда Coca-Cola'ның қалай пайда болатыны туралы айтатын боламыз. Және де видеоны соңына дейін қарап арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Компания өкілдерінің айтуынша сусынның негізгі құпиясы кошенил құртынан алынатын азық-түліктік қоспада екен. Тамақ өнеркәсібінде бұл экстракт кармин қышқылы деген атпен белгілі. Түрлі той жиындар мен басқосулардағы дастарханның көркін келтіретін Coca-Cola сусыны жайлы не білеміз? Кішкентай балалардан бастап ересек адамдарға дейінгілердің сүйіп ішетін сусынына айналған тәтті сумен дүние жүзінде миллиондаған адам шөлін басады. Ата-аналарымыз Coca-Cola'ны ішпе деп ұрысқанның өзінде де бұл түспен асқазанға зиянды сусыннан бас тарта алмаймыз. Coca-Cola'ны 1866 жылы доктор фармацевт Джон Пемертон ойлап тапқан болатын. Джон Пемертон дәрілік тұнбаны ойлап таптым деп ойлап, оны асқазан ауруларына қарсы емдік қасиеті бар деген тұжырымды алға тартқан. Бұл тұжырымдамада бір шындыққа ұқсас негіз бар сияқты. Өйткені Coca-Cola'ның алғашқы ингредиенттерінде кокаин өсімдігінің құрамындағы заттар болады. Қазіргі таңда бұл сусында ондай зат жоқ. 1 литр сусынды жасау үшін 2 литр су қажет. Үндістан елінде ауыз суы тапшылығы 2004 жылы қалың жұрттың Coca-Cola компаниясына қарсы ереуілге шығуына түрткі болған. Бір қызығы, Coca-Cola компаниясының бұдан бірнеше жыл бұрын жүргізген H2O жоқ деп айт бағдарламасы адамдарды қарапайым судан гөрі Coca-Cola ішуге шақырған. Бұл бағдарламаның негізі бойынша мейрамханаларда ауыз суға тапсырыс берген адамға Coca-Cola сусыны ұсынылатын. Coca-Cola'ның құрамы қандай? Өтелкедегі қағазға қарасақ, газдалған су, қант, карамель түсі, кофеин мен дәмдеуіштер. Бірақ сусынның құрамында тағы бір зат бар, 7X деген құпия энергетик бар. Бұл заттың мазмұны жазылған ақпарат Джорджия штатына тиісті Атлант қаласының банкінде сақтаулы тұр. Дүние жүзіндегі осы заттың не екенін білетін адамдардың саны санаулы. Осы орайда біз не ішіп жатырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бүгінде бар білетініміз бұл Coca-Cola'ның қант құрамы өте жоғары, ащы сусын болып табылады. Сусындар фосфор қышқылы жер бетіндегі органикалық заттарды құртатынын білеміз. Өз денсаулығыңыз өзіңіздің қолыңызда. Егер осы видеомыз ұнаса, арнамызға тіркеліп пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған әлем арнасы.